сәлеметсіздер ме? Әңгіме жинағы каналына қош келдіңіздер. Каналымызға жазылып, қолдау білдіре отырыңыздар. Алғаш, ажырасу туралы кеңес алуға барғанда, Сәлімнің иіссуы Гүлжанды еріксіз баулады. Әрі сондай, сыпайы еркекке біртүрлі көзқараспен қарай берді. Сәлім де Гүлжанды көргенде іштен еткен қарапайым, кішіпейіл жан еді. Қара торының әдемісін-ай деген сезімі де жылт еткені жасырын емес еді. Гүлжанның жағдайын білген Сәлім одан әрі аяушылық сезіммен қоса ұнату сезімі де ұштаса кетті. Сол кезден бастап Гүлжанның телефонына қара қыз жұмыс жайында кездесу керек деген SMS жазатын болған. Гүлжан да SMS-ті көрген бойда толқып, бетін кішкене әрлеп кездесуге шығатын. Гүлжан ерденмен ажырасуға арыз беріп, сот басталып та кетті. Мықты заңгер Сәлімнің арқасында Гүлжан өз қызын қолына алатын қағаз алғанда қуаныштан жылап, Сәлімді қалай құшақтап алғанын білмей қалды. Жүрегі алып ұшқан Гүлжан ауылға да жетті. Көптен күткен арманы орындалатынына әлде сенер емес. Қасында заңды қызметкерлерді ертіп барған Гүлжанды көрген енесі көздері бақырайып, «Сен залдақы, қай бетіңмен келдің? Кет табалдырығымды аттаушы болма, жүзі қара». Айғайдан оянып кеткен Гүлжанның қызы жүгіріп шықты. Шаштары таралмаған, үсті-басы кірлеген. Соңғы кезде әжесі біраз ауырып жүргесін, немересіне қарауға уақыты болмай жүрген. Қызын көрген Гүлжан көзіндегі мөлдіреген жасты тия алмай қалды. Құдды жетім бала сияқты еді қызы. «Ботам, сені алып кетемін бұл жерден». Мына сөзді естіген енесі «Бермеймін» деп айғайға басты. Ол кезде Гүлжанның қызы 5 жастан асып, ес біліп қалған. Бала кезден әжесінен айырылмай өскен қыз бақырып, әжелеп жылап жатты. Әжесінен күштеп тартып алғанына шыдамаған қызы өз анасын жек көріп, түндерін жылаумен өткізіп еді. Артынан қарғысты қарша боратқан ененің көжасы жүрегін сыздатса да, Гүлжан шыдауға тырысты. Кезінде өзінде осындай күйге түсіргені еске түскен сайын, осымен қате жасамадым ба деген ішкі арада маза берер емес. Немересінің кеткеніне шыдамаған ененің аяқ-асты қан қысымы көтеріліп, мүгедектер арбасына таңылды. Емханаға жатып біраз ем алса да, жағдайы нашарлап, арты қайғылы жағдаймен аяқталды. Ерден болса, Гүлжанның номерін тауып алып, боқтық, анайы сөздермен қорқытатын күйге жеткен. Бар кінәні Гүлжанға тақты. «Сен менің шешемнің өліміне кінәлісің. Сені қарғысатсын. Қызым өскесін, сенің қаншер салдақы болғаныңды айтамын» деп мазасын алуды шығарған. Арада жылдар да өтіп жатты. Гүлжан өз қызына зер дегенде көндіріп, анасы екенін мойындатты. Соның өзінде әжем қайда деп жылап алады. Сәлім де Гүлжанға сезімін білдіріп, екеуі жаңа қадамға аяқ басып, қазіргі таңда тату отбасыға айналған. Ортақ балалары да бар. Сәлім көп аса жұмыспен жүрсе де, балаларға жақсы әке, жақсы отағасы. Гүлжанның барлық арман тілегі орындайтын. Гүлжан армандаған оқуын сырттай оқып, дипломын алып мәз. Қазіргі таңда Гүлжан да байлықта, махаббатта, отбасы да бар. Бірақ өткен өмірі көлеңке боп жүрегінен кетер емес. Енесінің өліміне өзін кінәлі санайтын. Бұрынғы күйеуі Ерденнің айтқан сөздері жүрегіне бататыны тым қиын. Үнемі Алладан кешірім сұрайтын. Гүлжанның енесі үшін әрі жиі мазалайтыны тағы бар. Сол себепті осы ішкі мұңын жариялауды өтінген еді. Ерденге келер болсақ, қуарақтың соңынан кетіп, өмір астан-кестен болғаны қашан. Ішіп алса аузынан Гүлжанды тастамайды. «Сен жүзі қараны көрсем, өз қолымен буындырып өлтіремін». Көшеде айғайлап жүреді екен. Гүлжанды алып қашуға көмектескен әпкесінің жағдайы да мәз емес.
күнара ұрыс, таяқ жеу. Ұрыстың себебі сенің салдақы сіңіліңнің кесірінен, бауырымнан, әпкесінің енесі екеуі, апалы сіңілі. Сол себепті енесі үйдің берекетін алып отыратынды шығарған. Өз ойларыңызды комментарийге жаза кетсеңіздер, бұл оқиғада кім кінәлі?